Индонезия оңтүстік шығыс Азиядағы ең ірі архипелаг, 17 мыңнан астам аралды құрайды. Бұл ел өзінің бай табиғатымен, мәдени көп түрлілігімен және тарихи мұраларымен танымал. Индонезияның әрбір аралы өзіндік ерекшеліктерімен, джунглилерден бастап, жанартаулар мен тропикалық жағажайлармен таңғалдырады. Бірақ Индонезияның керемет туристік аймақтарында байқалмайтын үлкен мәселелері бар. Армысың, құрметті көрермен? Индонезияның астанасы суға батып бара жатқаны рас па? Бұл елде жезөкшелікке заңды түрде тыйым салынған ба? Неліктен индонезиялықтар сәбилерді ағаштың ішіне салады? Бұл шығарылымда біз Индонезияның туристер байқамайтын сұмдық тұстарымен танысамыз. Баршаңызға жақсы қаралым болсын. Көптеген көрермендерім маған саяхатқа ақшаны қайдан табасын деген сұрақты қояды. Негізі мен шығармашылықтан қол бос кезде трейдинг саласын зерттеп, сол арқылы табыс табам. Егер сіз де трейдинг әлемін түсініп, табыс тапқыңыз келсе, Ammarkets брокерін ұсынамын. Ammarkets брокері мінсіз беделі, 17 жылдық сауда тәжірибесі және трейдерлер арасында ең жоғарғы сенім рейтингі бар халықаралық компания. Ammarkets қызметтерінің сапасы көптеген халықаралық марапаттармен марапатталды және TrueSpilot тәуелсіз ресурсында 5-тен 4-8-бен расталды. Компания өте жақсы сауда жағдайларымен танымал. Клиенттер 500-ден астам сауда құралдарымен сәтті сауда жасай алады. Мәмілелер бірден ашылады және жабылады. Ammarkets танымал сауда платформасы кез келген жерде және кез келген уақытта сауда жасауға мүмкіндік беретін, өзінің мобильді қосымшасына да қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ammarkets клиенттеріне қолдау көрсетудің ең жоғарғы деңгейінде екені белгілі. 24/7 жұмыс істейтін чат трейдерлерге кез келген сауда-саттыққа қатысты мәселелер бойынша көмек көрсетуге дайын. Мұндай брокермен сауда жасау әрқашанда жағымды. Ал егерде саудаға дәл бүгіннен бастап кіретін болсаңыз, $200 000 сыйақысы бар байқауға қатыса аласыз. Өйткені Ammarkets үлкен ұтыс ойынын өткізуде. Байқауға қатысу үшін бар болғаны шот ашып, оны $500 басталатын сомаға толтырып, жеке кабинетте қатысуыңызды растайсыз. Және бір лот көлеміндегі сауда айналымын жасай отырып, толықтыру үшін алынған купонды қолдану жеткілікті. Осы купондар Apple компаниясының 100-ден астам жүлдесімен басты жүлде Porsche Cayenne ұтыс ойынына қатыса алады. Керемет брокермен сауда жасауды және $100 000 сыйақыларды ұтып алуды қалайсыз ба? Онда менің промокодыммен дәл қазір қосылыңыз. Индонезия бұрын Джаякарта деп аталған. Индонезия көптеген аралдардан тұратын мемлекет. Оның құрамында қанша арал бар екенін мемлекеттің өзі нақты айта алмайды. Мұнда 1 квадрат метр ғана болатын аралдарда кездеседі. Кейбір аралдар теңіз деңгейінен төмен болғандықтан су көтерілгенде жоғалып, азайғанда қайта күн бетіне шығады. Барлық аралдарды санағанда шамамен 15 мыңға жетіп қалады. Оның 944-не халық қоныстанған. Бос аралдарды сатып алып, өмір сүруге болады. Осындай сатылымдағы аралдардың бағалары $500 000 басталады. Индонезияның климаты экваторлық және тропикалық белдеуде. Жыл бойы ыстық, әрі ылғалды болып келеді. Ел 2 маусыммен ерекшеленеді. Қазаннан сәуірге дейін жаңбырлы маусым және мамырдан қыркүйекке дейін құрғақ маусым. Орташа температура жыл бойы шамамен 26-30 градус аралығында болады. Жаңбырлы маусымда күн сайын дерлік, қатты нөсер жауып, ылғалдылық жоғарылайды. Индонезияның жағалау аймақтары көбіне жылы, әрі ылғалды. Ал таулы жерлерінде ауа райы сәл салқынырақ болуы мүмкін. Индонезия асханасы өзінің алуан түрлілігімен және бай дәмдерімен танымал. Әрбір аралдың өзіне тән тағамдары бар. Бірақ бүкіл елде кең таралған басты тағам күріш пен дәмдеуіштер. Мысалы, қуырылған күріш наси горенг, кебаб сатай және гадо-гадо. Оның құрамында көкөніс салаты мен жер жаңғақ соусы бар. Бұл тағамдар мемлекеттегі ең танымал тағамдардың бірі. Индонезия асханасы қышқыл, ащы, тұзды және тәтті дәмдердің үйлесімін ұсынады. Ал түрлі теңіз өнімдері мен тропикалық жемістер тағамдарға ерекше көрік береді. Индонезияның қазіргі астанасы 10,600,000 тұрғыны бар Джакарта қаласы. Қала жайлы айтпас бұрын, қалаға кіреберістегі қоқыс алаңы жайлы айта кетсем. Бантар Гебангқа
күніне 7000 тоннадай қоқыс алып келінеді. Жиналған қоқыстың биіктігі 16 метр. Ал жалпы алаңның алып жатқан аумағы 200 футбол стадионымен бірдей. Индонезия астанасының түбіне жетіп жатқан себептердің бірі осы алаң. Мұндағы көптеген қоқыстарды қайта өңдемейді. Жағып жібереді немесе жай шіріп жату үшін алып келеді. Бұл әрине ауаға, өзен көлдерге, жалпы экологияға зиян келтіреді. Жергілікті биліктің жүргізген зерттеулеріне қарасақ, өзен көлдерге күніне шамамен 23 тоннадай қоқыс ағып кетеді. Қаладағы қоқыспен күресуге күніне мыңдаған адамдар жұмысқа шығады. Олардың арнайы киімдеріне қарай отырып, сарғыш әскер деп атайды. Барын салып күрескендеріне қарамастан, өздеріңіз көріп тұрғандай, олар бұл соғыста жеңіліп жатыр. Қоқыстың көлемін мына кадрлар арқылы көрсеңіз болады. Шыдай алмайтындай иіске қарамастан, алып қоқыс маңында адамдар тұратын аудандар бар. Олар алаңға келген қоқыстарды сұрыптап, сатуға, өңдеуге келетіндерін теріп алып, осы арқылы күн көреді. Тазалық мүлдем сақталмайды. Ауасы лас, шыбын шіркей. Жұмыстың басым бөлігін қолмен жасаған соң, ауру жұқтырып алу қаупі басым. Айлықтары әшекей, смартфон тауып алу мүмкіндіктерін есептемегенде, қазақ теңгесімен айына шамамен 100 000-дай шығады. Бір қызығы, адамдар алаңда жұмыс істеп болған соң, үйлеріне қайтпайды. Себебі олар қоқыстың арасындағы ауылдарда өмір сүреді. Осында сабақ оқиды, өседі, өнеді, жұбымен танысады, балалы болады. Айтпақшы, бұл ауылдағы адамдар қаланың тізімінде болмағандықтан, ковид кезінде де көмексіз қалды. Бірақ жергілікті халық өмір бойы қоқыс арасында тұрғандықтан иммунитеттерін мықты деп санайды. Алайда мамандар тұрғындардың сөзін растамайды. Себебі пандемияға дейін зерттеушілер қоқыс аудандарына келіп 75 адамды тексергенде, оның 42-сінде тері аурулары табылған. Ауылда мектептерде бар. Осы мектептегі мұғалімдер қоқысшылардан да төмен жалақы алады. Шамамен біздің ақшаға шаққанда 80 000 теңгедей. Заманауи Индонезия негізі жас мемлекеттердің бірі болып табылады. Тәуелсіздігін 1945 жылы жариялады. Алайда Нидерланды Индонезияның тәуелсіздігін арадан 4 жыл өте 1949 жылы ғана мойындайды. Индонезияның тәуелсіздігіне Нидерландының не қатысы бар дейсіздер ме? Себебі Индонезия 300 жылдай Голландияның колониясы болған. Бірақ бұл жерде тарих тым ерте басталған десек те болады. Мемлекеттің аумағында адамзаттың байырғы түрлерінің бірі Ява адамы табылған. Индонезия жерлері бастапқыда әртүрлі империя, патшалық, сұлтандықтардың бөлігі болды. Бұл жерлерге бірінші рет еуропалықтар 16 ғасырда келді. Олар португалдықтар еді. Соңынан голландиялықтар мен ұлыбританиялықтар келіп, Индонезияның жері мен ресурстарына қырғын басталады. Соңында барлығы голландиялық Ост-Үнді компаниясының иелігіне өтті. 20 ғасырдың басында Индонезияда басқа да мемлекеттердегідей ұлтшылдар мен коммунистердің партиялары құрыла бастайды. Оларға Нидерланды билігі бастапқыда тиіспейді. Алайда 1926 жылы Ява аралында көтеріліс болған соң, барлығы өзгерді. Жергілікті мыңдаған коммунистер ұсталды. 1940 жылы Екінші дүниежүзілік соғыс басталғанда индонезиялықтардың жартысы Жапониямен бірікті. Ал қалғандары оларға аралды басып алуға кедергі жасамайды. Ал бірігуге көнбеген аралдарды Жапония басып алады. 1945 жылы Жапония тізе бүккен соң, Индонезия өз тәуелсіздігін жариялайды. Осының құрметіне Астанадағы Медан Мердек алаңына 132 метр келетін тәуелсіздік монументі қойылады. Біздің мемлекетте де тәуелсіздік монументі бар. Оны құру идеясы тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа 1993 жылы Египеттің тәуелсіздік алуына арналған монумент орналасқан Луксор қаласына сапар кезінде келді. Осы сапарда Нұрсұлтан Әбішұлы мен Шотаман Ыдырысұлы Уәлихан қосылып барған. Дәл осы кісі Қазақстанда да осындай монумент жасауды ұсынады. Тәуелсіздік монументі Алматы қаласында республика алаңында 1996 жылы 16 желтоқсанда президенттің жарлығымен ашылды. Авторлық топтың жетекшісі, республиканың еңбек сіңірген сәулетшісі Жохан Уәлихановтың ұрпағы Шота Уәлиханов болды. Жарайды. Енді барлығын қойып Индонезияның асханасына қайта оралсақ. Мұнда келген қонақтарға балық пен лапша ұсынады. Ал негізгі тағамдар әрине жоғарыда айтып өткенімдей күріш. Астананың қақ ортасындағы кішігірім жылдам тамақтанатын орталықтарда шамамен $3 тамақтануға болады. Ал шеткі аудандарға баратын болсаңыз, $1 тыңқиып қайтасыз. Индонезия суларында және су маңындағы аудандарда варандар көп жүреді. Мынау сияқты. Енді қаладағы Муара Бару ауданына назар аударсақ, бұл ауданның ерекшелігі ол Жакартадағы суға тез батып жатқан аудан. Индонезияның астанасы шөгіп бара жатыр. Қоса алғанда бұл ауданды кедейлер мекен етеді.
Билік тіпті осы ауданды судан қорғау үшін айналасын қорғандармен қоршайды. Қаланың жыл өткен сайын суға кетіп жатқанынан бөлек, мәселелері тым көп болғаны соншалықты жоғарыдағы атқамінерлер астананы ауыстырып, жаңа астананы Калимантан аралына салуды шешті. Жаңа астанасының аты Нусан Танра. Қаланың құрылысы 3 жыл бұрын басталды. Жалпы бюджетіне 35 миллиард кетеді деп есептелінді. Ал жоспар бойынша Джакартадан шенеуліктер осы жылы көшулері керек болған. Бірақ жаңа астана әлі дайын емес. Қазір Джакарта әлемдегі ең тез шөгіп жатқан астана болып саналады. Жыл сайын бұл қаланың 15 сантиметрі су астына батуда. Ал кейбір аудандары 25 сантиметрге дейін жетіп отыр. Қаланың жартысы теңіз деңгейінен төмен. Егер дер кезінде барлығын алдын алмаса, қаланың көп бөлігі 2050 жылға дейін шөгіп кетпек. Бұл бірнеше себептен болуы мүмкін. География, экология, жоспарлаудағы қателіктер және ең бастысы жергілікті тұрғындардың қателігінен. Муара бару ауданына қайта оралсақ, жергілікті кедей тұрғындардың үйлері заңдастырылмаған, яғни олар өздері келіп орналасып алған. Соған қарамастан тазалықты сақтауға тырысады. Көбісі астанаға жұмыс істеп, күн көру үшін келгендер. Үйлердің төбесі шифермен жабылған, ал бөлмелері қолына түскен заттармен бөлінеді. Мысалы, мына кадрдағыдай жарнама қағаздарымен. Мұндағы тұрғындар күн көрісі үшін кез келген жұмыспен айналысады. Көбісі мемлекеттен бөлінетін жәрдемақыға өмір сүреді. Бұл халықтың жағдайын білген шенеуліктер кейде өз партиясына дауыс жинау үшін тұрғындарға азық-түлік немесе ақшалай ұсыныс жасайды. Ал енді Джакарта қаласының бір ерекшелігін айтып кетсем, қаланың сыртындағы қоқыс пен лас ауданнан бөлек қаланың өзі таза. Көшелерінде әртүрлі тұрмыстық қоқыстар шашылып жатпайды. Көліктерінде жиі жуады. Сондықтан мұндағы адамдар көшелерде жерге отыра береді. Жоғарыда айтып өткенімдей, Индонезия 300 жыл Нидерланды колониясы болды. Сондықтан Индонезияның мәдениетіне голландықтардың қосқан үлесі зор. Оған Таман Фата-Илах ауданын мысал ретінде келтіруге болады. Таман Фата-Илах тарихи орталық. Бұл жер Еуропаға ұқсайды. Себебі мұнда голландиялықтардың салған көптеген ғимараттары сақталған. Оның 300 жылында Нидерландының қол астында болды және басқаша Джакарта деп аталды. 17 ғасырдың басында бұл жерге ұлыбританиялықтар өз колониясын құрған. Бірақ нидерландықтардан ойсырата жеңілген соң аймақтан шығып кетеді. Голландиялықтар бұл жерде Батавия атты қала тұрғызады. Нәтижесінде Джакарта 1942 жылға дейін дәл осылай аталып келді. Қазір бұл атпен аудан орталығында мейрамхана бар. Архитектурадан бөлек колонизаторлар қазған каналдар Нидерландыны еске салады. Айтпақшы, бұл жерлерді тропикадағы Амстердам деп те атаған. Орталық алаңның сәнін келтіретін түрлі түсті велосипедтерді де айта кеткен жөн. Нидерландының өзінде велосипедтер қарапайым сұр түсті болса, бұл жерде ішкі туристер үшін велосипедтерді түрлі түсті етіп бояп қойған. Батавия мейрамханасына келер болсақ, ол колонизаторлық архитектурасымен ерекшеленеді. Ғимарат 19 ғасырда салынған. Бірақ мейрамхана іші 20 ғасырдың 30 жылдарындағы тұлғалардың суреттерімен толтырылған. Уинстон Черчиллге арналған бары бар. Жалпы мұнда Индонезияның тарихын көруге келуге болады. Алайда мейрамханадағы бағалар туристерге арналған аймақта болғандықтан өте қымбат. Осындай керемет архитектура мен атмосферадан біраз алыстаған соң, осындай көпір астындағы үйсіздерді көруге болады. Бірі мұнда жақын маңдағы базарда жұмыс жасағандықтан тұрады. Кейбіреулері жұмыс берушілерді күтіп жатады. Көпір астында өмір сүретіндердің көбісі негізі жас, күш қуаты бар, кез келген жұмысты жасай алатын адамдар. Бірақ неге екені белгісіз, алма піс аузыма түстеп жатады. Джакартада адамдар молалардың арасынан жол жасап жүре береді. Бір қызығы, мола қазушылар мола үстінде отырып клиенттерін күтеді. Бірақ соған қарамастан Джакартада өлілерге қарағанда тірілердің жағдайы қиын. Себебі адам өліміне қарағанда жаңа жанның дүниеге келуі 2 есе көп. Қазір қала адамның тығыздығына қарай Токиодан кейінгі 2-ші орында. Мұнда 1 шаршы шақырымға 14.500 адамнан келеді. Ал біздің еліміздегі ең көп тұрғыны бар Алматы қаласында 1 шаршы шақырымға 6,4 адамнан келеді. Енді Джакартаның тығыздығын ойлана беріңіз. Тұрғындардың ресми саны 10.562.000 адам болса, келушілерді қосқанда шамамен 31 миллионға жетеді. Джакартада қытайлықтардың қарасы көп. Олар бұл қалаға 15 ғасырдан бастап келе бастаған. Колония кезінде де қытайлықтар мұнда келуін жалғастырды. Қытайлықтардың келуіне Нидерланды билігі қарсылық көрсетпейді. Өйткені қытайлық кәсіпкерлер өздерімен бірге арзан жалданатын жұмысшыларды алып келді. Олардың көбісі қант алқаптарында жұмыс жасады.
Бірақ барлығын 17 ғасырда қанттың бағасы төмендеп кеткен соң, қытайлықтардың жаппай көтеріліске шығуы өзгертті. Көтеріліс нәтижесінде 10 мың қытайлық қаза тапты. Одан соң Нидерланды билігі қытайлықтарды Индонезиядағы арнайы аудандарға қуып шықты және шетелге шығатын болса, рұқсат алатындай дәрежеге жеткізді. Осылайша әрі-бері орын таппай көшіп жүрген қытайлықтар мен индонезиялықтардың арасында көптеген үлкен-кіші қақтығыстар болады. Мемлекет қытайлықтарды бөлетін заңдарды алып тастағанымен, индонезиялық қоғамға олардың сыйысып кетулері оңай болмады. Себебі индонезиялықтар қытайлықтарды барынша кемсітуге тырысатын. Қытайлықтарды кемсітетін соңғы заң 2005 жылы алып тасталынды. 2000 жылғы есептеулер бойынша мемлекеттегі қытайлықтардың саны 2 миллионға жетті. Ал қытайлық қаны бар адамдардың саны 3 миллион. Осы 5 миллионның тек 3-тен 1 ғана қытайша сөйлей алады. Джакарта қаласының Калиманджо ауданында бұрын жезөкшелер көшесі болған. Мұнда 2000-ға жуық тәнін саудалайтын қыздар жұмыс жасаған. Бірақ билік 2016 жылы жезөкшелерді қуып шығып, көшені түгел қиратып тастаған және елде жезөкшелерді түбегейлі жоюға уәде берген. Бірақ бұл биліктің қолынан анау айтқандай келмеді. Барлық қуылған жезөкшелер ғаламторға өтіп, өз тұтынушыларын бағдарламалар арқылы үйлерге шақыра бастайды. Ал енді Индонезия туралы қызықты, әрі қорқынышты деректерді айтып өтсем. Индонезияда жанартаулар өте көп. Олардың ішінде Иджен деп аталатын ерекшесі бар. Идженнің кратерінде өзені бар. Бір қызығы бұл өзеннің түсі көгілдір. Қоса алғанда жанартаудың бір бөлігі жер бетіне күкірт диоксидін шығарады. Күкірт диоксиді сіздің үйіңіздегі газ секілді көк түсті болып жанады. Бұл көріністі көруге әлем бойынша көптеген туристер келеді. Индонезияда әлемдегі ең үлкен гүл өседі. Оның аты Рафлезия арнольда. Бұл гүлдің диаметрі 1 метрге, ал салмағы 8 келіге дейін жетеді. Гүлдің сыртқы келбеті адамдарға ұнағанымен, иісі ұнамайтыны сөзсіз. Себебі Рафлезия шыбын-шіркейлерді өзіне шақыру үшін өлген дененің шіріген иісін шығарады. Индонезияда Ayam Cimani деп аталатын үй тауықтары өсіріледі. Бір қызығы бұл тауықтардың тек сыртқы келбеті ғана емес, ішкі ағзалары да, яғни еті мен сүйектері де қара. Оның тіпті қанының түсі қара қоңыр. Алайда өкінішке орай қара жұмыртқа тумайды. Индонезия аралдарының бірінде бір түрлі әрі қорқынышты рәсім бар. Егер тісі шықпаған кішкентай бала өлетін болса, оны жерге емес, ағаштың ішіне жерлейді. Бірінші баланы ағаш ішіне салып, сыртынан бұтақтар мен ағаш шайырын араластырып бекітеді. Жергілікті тұрғындар ағаштың жаралары жазылып, баланы толық жойып жібергенде, оның жаны тынышталып, жұмаққа түседі деп сенеді. Бүкіл заманауи мемлекеттер барынша шылым шегуден алыстауға тырысып жатса, Индонезияның 60% еркектері шылым шегеді. Билік тарапынан шылым шегуге қарсы шаралар қолданылып жатқан жоқ. Барлығына қоса, индонезиялықтардың өздері шылым шегу денсаулықты нығайтады деп сенеді. Тіпті мемлекетте өз науқастарын шылым түтінімен емдейтін адамдар да бар. Олар темекі түтінін науқастың ауырып жатқан жеріне үрлейді. Мысалы, құлақ ауырып жатса, құлағына. Бір қызығы, мұнда балаларда шылым шегеді. Олар 4-5 жасында темекі шегуді бастайды. Иә, мектепке дейін. Ата-анасы мұны да ешқандай мәселе көрмейді. Себебі жоғарыда айтып өткенімдей, көптеген тұрғындар шылым шегуден пайда көрмесе зиян көрмейді деп сенеді. 1968 жылдан бастап 1998 жылға дейін, яғни 30 жыл Индонезия президенті болған Хаджи Сухартоны әлем бойынша бірінші орындағы жемқор шенеунік деуге болады. Ол билік еткен жылдары Индонезияның мемлекеттік қазынасынан 30 миллиард жымқырып, осы ақшалармен сәтті зейнетке шыққан. Соңынан Хаджиді мемлекет сотқа береді. Бірақ сот басталғаны сол еді, бұрынғы президенттің денсаулығында кінәраттар пайда болып, қаза тапты. 1815 жылы Индонезияның Тамбора аралында адамзат тарихындағы ең мықты жанартау атқылауы орын алды. Жанартау орналасқан аралдағы тұрғындардың бәрі өліп кетті. Жанартау атқылауының нәтижесінде үлкен цунами пайда болып, көрші арал тұрғындарын да өзімен бірге алып кетті. Жанартаудың атқылаған дауысы 2,5 шақырым қашықтыққа естілген. Жанартау атқылаған соң, атмосфераға көптеген күл бөлініп шықты. Олар жақын маңдағы аман қалған аралдарға түсіп, егістіктерді жойып жібереді. Нәтижесінде аштық басталды. Бұл сұмдық оқиғадан 60 мың адам қайтыс болған. Бұл оқиға Индонезияға ғана емес, бүкіл әлемге әсер етті. Келесі, яғни 1816 жыл, жазсыз жыл деп аталынды. Атмосферадағы күлдің мөлшері көп болғандықтан,
солтүстік жарты шардың барлық бөлігінде жанартаулық қыс басталды. ақш пен Англияға қар тіпті маусымда да жауды, ал көптеген өзендер өз жағалауынан асып кетеді. Нәтижесінде ешкім егістіктерден өнім ала алмады. Еуропада аштық басталды. Негізі осы 1816 жыл, жассыз жыл деген тақырыпқа бір бөлек шығарылым жасауға болады. Егер соны көргілеріңіз келсе, сол жайлы білгілеріңіз келсе, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Осылайша бүгінгі шығарылым соңына жетті. Индонезия өзінің тарихы мен тәуелсіздігін сақтап қалып, суға батып бара жатқан астаналарын мұхиттан қайтарып алады деген үміттеміз. Егер бұл шығарылым сіздерге ұнаған болса, löпілдеріңізді аямай басып, пікірлеріңізді жазып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Бұл біздің арнамыздың дамуы үшін өте маңызды. Ал сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуро. Келесі шығарылымдарда кездескенше, қош сау болыңыздар.